неғып алау істерін кешке қарай. Алауыттан заказ бергендер сақтау болсын, шандай өзбекте палау болмасын, қатыптанындай. Май аздау болсын, істеуге жұмсақтау болып езілдіріп. Şey yapılmadı da getireyim. Son istedim. Bizim үйде олар kanımen үйде болды. Yok şaşırdım değil mi özüm annem özüm ballarım da bir tane yoldaş balası diyeyim. Bana tümde ne oldu? Şirkette kvartiralarga ne bu batırışım var da konkursta ne bir nasıl var da. Evet. Sadece demokrasinin şahsı neyi uğrayıcı da olur. Özür şakrak konkursunu kırılan konkurs Onlar açılışlarımız. Ақсукент колледжі дауыстарыңыз қатты шығып жатыр. bank istеп жатыр. O'sha qo'yaqqa Жақсы естіліп тұр даусың. Уақытында осында кетіп қалады. Bizim de şöyle. Дауыстарыңыз шығып жатыр ғой, сіздер не істеп жатқандарыңыз белгісіз ғой. Мен сіздерге шоколад деген өнім қайдан пайда болғаны туралы кішкене мағлұматтар айтып кетейін. Шоколад өнімі осыдан 15-ші ғасырлар уақытында Латын Америкасынан келген. Бұл кокос деген ағаштан алынатын кокос қоршағы немесе кокосовый бобы деген ағаштан алынады. Бұл ағаштың ұзындығы 12 метрге жетеді. Кокос қауашағының ішінде
500 граммға дейін дән болады. Кокос дәні, сол дәнді методом прессі дейді, бізде сығып жаңағы соның ішіне май, тас және какао патшалығын алып, оны қолданады. Бірінші кезде бұл сұйықтық ретінде қолданылған. Енді қазір қатты шоколад ретінде қолданады. 19 ғасырда Нидерландтың химигі Рутельның тақпырлығымен осы пресс автоматын алып, сыртқыш автомат. Осы тақпырменен какао қатты шоколад жасайтын дәрежеге жетті. Шоколадтың 3 түрі бар. Ара шоколад, бұл қатты шоколад болып табылады. Оның құрамында какао пастасы және де какао майы және шекер жасалынады. 1870 жылдан бастап Nestle компаниясы шоколадтың сүтті түрін шығарды. Оның құрамына шоколад пастасы, құрғақ сүт қосылады, какао майы қосылады, және де шекер. Бұл 4 түрлі ингредиенттен тұратын бұл сүтті шоколад. Және де бізде ақ шоколад. Ақ шоколадтың құрамына какао қаншылығы, какао пастасы қосылмайды, ол тек какао майына қосылады, какао қант қосылады, және де құрғатылған сүт қосылады. Сонымен бізде түрлі шоколадтың өнімін береді. Мына салмамыздың 40 градус температураға дейін көтереміз. Пока бүгін болды. Қара шоколад пенен екі балақты сүттен сіздерге көрсетеді. Негізі үлкен біздің алып кондитер фабрикалары өзіміз мемлекетімізде де бар. Рахат фабрикасы, Баян су фабрикасы. Ол жерлерде жаңағы осындай нарезной шоколад өнімін, кескінді шоколад жасаған кезде мынандай линияларды жасайды. Қанықтау линиялар деп аталады. Бұл жерде шоколадтың шыңдалуы да, қалыпталуы да, кескілігі де автоматты түрде болады. Содан кейін бұдан да кішкене шағындау, кондитерлік цехтарында шектелуі шоколадтың мынандай шоколад аппараттарымен жасалынады. 30% аппараттарында шектелуі шоколад деп жасалады. Кішкене онда жасалынады. Дауыс түсініксіз болып жатыр. Аппаратпен жасайды, кесіп болмасын. Міне, ақ шоколадың бірінші салмақтың ақ шоколады дайын болды, ерітілді. Енді біз талқамыз қосамыз. Жайлеп, сәулелеп сала бастаймыз. Жақсылап араластырамыз. Қалқан өнімі. Қалыпты консистенцияға жеткізеді. Ақ шоколадпен араластырған кезде қоймалықтың қатты емес, сұйық. Бұл жерде 150 грамм
ақ шоколад бар, полибат шоколады, және де 7 грамм талқан өнімі бар. Бұны енді температурасы 35 градус. Енді кішкене температураға түскен кезде 32 градусқа жеткен кішкене қойып тақтайының үстіне мынандай 30? 10? Ne anlamında? шоколадтың жабыс қалмауы үшін немесе аттестат бумага істеп аталып қағаз соны қолданамыз. Содан кейін шоколадтың төменгі жағы тегіс тұру. Біріншісі жабыс қалмау үшін, екіншісі тегіс тұру. Нені? Формамыз, оны осы аттестат бумагасына қоямыз. Содан кейін ұйықтығымызды, бірінші қамап ұйықтығымызды бетіне құямыз. Апайым әді жұмға қосылсын. Шоколад жасаған температура, лаборатория жұмыс орны болсын, шоколад жасайтын өндіріс орнында температура 20 градустан жоғары болмау. 20 градус температура 16 градуспен 20 градустың ортасында болу керек. Біздің термометр 20 градус температураны көрсетіп тұр. Біздің дәрісханамыздың, зертханамыздың температурасы осы уақытта 20 градус көрсетіп тұр. Мынау инструменттің аты палет. Бұл инструментті осы кондитер өнімдерінде кремдерді, осындай қоспаларды, салмаларды тегістеу үшін қолданылады. Тегістеп, бірінші қабатын жасаймыз. Самсалар жылтып оқыштарға апарып сатып бересіңдер ме? Ана.